Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмсақ нағыз дүкенде сатылатын коржик дайындайтын боламыз. Құрамы өте оңай, дайындалу жолы да өте оңай, тез әрі оңай дайындалады. Бізге керегі айран, қолдың айраны, шекер, ұн, ағмай және қопсытқыш керек болады. Айранымызға шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Қыздар, ерітіп араластыру керек. Ермей қалмасын шекеріміз, жақсылап ерітуіміз керек. Біз араластырып, ерігенше араластырамыз, тоқтатпай. Қолдарыңызбен ұстап көрсеңіздер болады. Ерген ермегенін білуге болады. Ергенше араластырып, оның үстіне ағмайымызды құйып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Одан соң ұнымызды салып араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Оның үстіне қопсытқышымызды салып араластырып жібереміз. Жақсылап қолмен илейміз, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте жабыспақ болады. Құрамында май болған соң қатты жабысып қалмайды. Оның осылай астына ұн сеуіп аламыз да, осылай жайып шығамыз. Мен қамырымды екіге бөліп алдым. Бір золасын осылай кішкене оқтаумен жайдым. Дәл орнында отырып жаясыздар, себебі оны алуға ары-бері жылжытуға болмайды. Қамыр өте жұмсақ, жабысып тұратын болады. Астына ұнды міндетті түрде сеуіп қойыңыздар жаярдан алдын. Осылай жайып аламыз. Менде арнайы коржик кесетін қалып жоқ, сол себепті мен осылай сметананың ыдысымен кесіп шығамын. Бәрін осылай кесіп алып, шет-шетін тастамаймыз, қыздар, шет-шетін де алып қаламыз. Олар да іске асады. Табамызды майлап, осындай арнайы затпен саламыз. Болмасам күрекшелеріңіз болса, күрекшемен салуға болады. Осылай әдістеп алып, табамызға жайғастырамыз. Жайғастырып, бетіне айран жағамыз, қыздар. Жұмыртқа емес, айран жағамыз. Қалған қамырларды осылай біріктіріп қойып қойсаңыздар, сәлден кейін оны да жайып істеуге болады. Міне, қыздар, біздің коржигіміз қып-қызыл дәмді болып пісіп шықты. Балаларға өте қатты ұнайды осы коржик. Дәмі де керемет. Жұмыртқа қосылмайды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Лайк басып кетіңіздер.